кіреберістегі көпірді сол кезде кәсіпкерлермен бірігіп салғанбыз. Өңірдегі атқарылып жатқан жұмыстар жайында біз кеңірек білгіміз келіп отыр. Халыққа не керек? Халыққа ауыз су керек, таза жол керек, жарық керек, көшенің түнгі тротуар керек мысалы. Өте үлкен бір қаржыны талап ететін өзекті мәселелер бар. 45% жол сын көтермейді қалада. Ауыл шаруашылығы саласы жақсы дамыған ғой, мойындауымыз керек. Қазақ білесіздер ғой, кейде ойбай түспаса өзіміздің бала екен ғой деп шығады. Ал онда жаңылысады деп ойлаймын мен. Мынау соңғы уақытта әкімдердің сайланбалы болуы туралы бір ұсыныстар көтеріліп жатыр қоғамда. 2022-23 жылдары толық Жетісай қаласы таза ауыз сумен қамтамасыз етілетін болады. Қайырлы күн, құрметті көрермен, біз сұхбаттар сериясын әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір біз Жетісай қаласында отырмыз. Біз осы қаланың тыныс тіршілігін, болашақ жоспарын, атқарып жатқан істердің мән-жайын кеңірек білгіміз келіп отыр. Сондықтан қаланың әкімі Тұрышбек Күлішұлына келіп отырмыз. Тұрышбек аға, сұхбатқа келісім бергенім үшін әуелі алғысымды білдіремін. Қош көрдіңіздер дейміз. Рахмет, қош көрдік. Енді мынау өңірдегі атқарып жатқан жұмыстар жайын біз кеңірек білгіміз келіп отыр. Сондықтан да соңғы бір жылдың ішінде Жетісай қаласында атқарылған жұмыстар жайын өзіңіз қысқаша айтып өтсеңіз. Өте дұрыс. Мынау тәуелсіздік алғаннан кейін 31 жылға аяқ басты ғой енді. Үлкен өзгерістер болды. Тәуелсіздік алған алғаш жылдарында ауданның әкімі Ибалы Үмбетаев ағамыз болған. Ол өткен жыл марқұм кіреберістегі көпірді сол кезде кәсіпкерлермен бірігіп салғанбыз. Мемлекеттің бюджетінде ақша жоқ ол кезде 93 жылдарда. Міне осы көпірдің өзі неге тұрады? Тәуелсіздіктің арқасында. Енді менің осы жерге әкім болып келгеніме Жетісай қаласына 3,5 жыл болып қалды. Біраз жұмыстар атқардық. Енді қазір біздің мемлекетіміз дамыған 50 елдің қатарында. Соның ішінде біздің облысымызда, білесіздер, Түркістан облысы алдыңғы қатарда республикамыздағы. Енді ең бай қуатты елдің қатарына қосыламыз. Республиканың ішінде де осы Жетісай қаласында кешегі санақ бойынша біздің есебіміз бойынша 52.407 адам болды. Енді бір жылдан кейін келесі жылы береді ғой, қанша болғанын. Бірақ біз соның қасында жүрдік, басы қасында. Ол кісілердің 48 адам бөлді санаққа, соның 12 жұмыстан шығып кетті дегеннен кейін мен өзімнің көшет операторларымды өтініш айтып қосып, солармен санақ күнсін жұмыс істедік сол кезде. Өйткені қаланың енді 10 жылда болатын санаққа атсалысайық, білейік қанша болғанын. Өйткені осы санаққа байланысты үлкен мәселелер шешіледі. Республикадан қаражат бөлінеді. Қаланың тұрғындары қанша екенін білеміз. Осы санақ жөнінде қазір қаламызда 205 көше бар. 130 километрде болады қаланың. Бірақ қалада канализация жұмыс істеп жатыр. Орталық көшелерде 10 жылдың жүзі болды. Енді 8,5-нан аса жанұя бар бұл жерде. Үй. Енді 170-те көп қабатты үйіміз бар. Оның ішінде. Енді бір жоғарғы оқу орны, 10 мектебіміз бар, бір дарын мектебі бар, 13-те мектебі. Колледж бар, мед колледж бар, пед колледж. Осының бәрін қосқанда 14-те болады қалада қазір. Қала енді ауданның орталығы, енді Қазақстан бойынша ең ыстық жер ғой енді. Мырзаның шөлі дейміз, Желвань жері дейміз бұл жерде. Енді бұрынғы Мақтаарал, Жетісай, бір Асығата 3 аудан болып, кейін өздеріңіз білесіздер, бәрі қосып бір аудан болды. Осы 3 жыл, 4-ші жыл болып жатыр, жақында қайтып бөлініп, Мақтаарал, Жетісай ауданы болдық. Біздің ауданда кейінгі санақ бойынша 200-ден аса халық тұрады. Көрші ауданда 130 мыңдай. Енді тығыз орналасқан, жаңағы енді аудан әкімі бәрі айтқан болыр, мен қала бойынша айтайын. Қалада енді кейінгі жылдарына көшелерді, негізгі көшелердің бәрін біз кеңейтіп, қызылсызға шығып кеткендердің бәрін бұздырып, түсіндіріп, халыққа бұл мемлекеттің жері, сіздің жеріңіз, мемлекеттік акт бойынша мынау болады деп түсіндірген. Олар түсінді, халық ешқандай айқай-шусыз. Біз қазір мына Яссауи көшесін, Рысқұлов көшесін, Қожанов көшелерін, Әуезов көшелері 25-30 жылға жуық ремонт болмаған көшелерін ремонттадық. Бірақ енді бағдаршамын барлық жерге қойдық. Халықтың талабы бойынша президенттің жарлығына байланысты әр жылы барлық деңгейдегі әкімдер есеп береді. Осы есептегі сұрақтарына байланысты ол кісілердің біз өзін қанағаттандырдық. Ал енді өткенде біз қаңтар айында есеп бердік. Есепте халыққа не керек? Халыққа ауыз су керек, таза жол керек, жарық керек, көшенің түнгі тротуар керек, мысалы мектеп керек. Осы мәселесінде болды. Бізде мектеп қазір Шоқан
мектебін тұран мектебі орын бұзылып 2 жыл болды. Биыл енді 1200 орындық Тарас көзімбасына жаңа мектеп тапсырысқа берілді. Бұл жерде Шоқан мектебі менен тұран мектебі оқып жатыр. Бірақ халық енді қаланың сәл шеттеу төгінен кейін ол ертерек бітсе екен деп 300 орындық салынып жатыр қазір. Оның ескі орнынан. Ол бітсе өте жақсы болады. Өйткені қаланың екіге бөлініп, мына Тарас көшесінен ар жағында Махамбет көшесі, жартысы Тұран мектебі болады, жартысы Шоқан мектебіне болатын болады. Қасында Горький мектебі бар. Мына енді бізде Бауыржан Момышұлы деген мектеп бар, үлкен мектеп. Республикаға белгілі. Жылда ол жерде қазір 2000-ға жуық оқушы оқиды. Сыймай жатыр. Өйткені жақсы мектеп болғаннан кейін талабы күшті, білімі жақсы мұғалімдердің. Ол жерден жылда алтын белгі шығады. Республика бойынша алдыңғы қатарлы. Ол жерде үздіктер шығады. Оның бәрі біздің білімді, ең таусылмайтын бір байлық бар, ол білім. Білімді адам еш уақытта қор болмайды. Сол білімді жастарымыз біздің Қазақстан түкпірін қызмет істеп жатыр қазір. Біз енді Бауыржан Момышұлында біз мақтан тұтамыз. Өткенде оны енді жаңағы телеарнаға шақырып, бұл қалай қайтып болып жатыр жылда деп. Сіздер оны барып көрсеңіздер болады. Біздің немелеріміз оқиды сол жерде. Енді олардың талабы бөлек. Оларды тез алады. Әр 90 сайын, ай сайын. Қандай үлгерім нашар болса, атаң сайын, бұл үлгерім нашар балаңызды. Қосымшаға береді. Осы кішкентайынан тәрбиелеп, ең нөлі бойдан, бірінші класстан, бірінші сыныптан бастап, білімі жақсы болса, фундамент. Ол келешек жақсы оқиды ол. Сондай біз мақтанатын мектебіміз бар. Енді мына Сырдария университеті, ешқандай одан да университет жоқ қой енді жоғары. Сырдария университеті енді 24 жылдық тарихы бар. Көптеген шәкірттер шығарып, осы қаламыздың, ауданымыздың түкпір-түкпірінде еңбек етіп бар. Республикамыздың қазір мына мектептердің көбісінде өзімізден барлық үйдің ата-ананың жағдайы келе бермейді. Мынау ұзақтау жерге оқытуға, шетелге оқытуға, сол себептен бұл жерінде білімі жаман емес. Рейтинг бойынша біздің Сырдария университеті 16-шы орын болды өткен жылы. Міне алдың 100-ден астам жоғары оқу орны бар. Оның өзі үлкен жетістік, мақтаныш бізге. Осы Әуезов көшесінің бойын көрсеңіздер, барлық зәулім жақсы ғимараттар сол Сырдария университетінің тиесілі. Міне енді өткен жылы біз халықтың сұранысы бойынша бірқатар көше жарықтандырдық. Дулатов көшесін жарықтандырдық. Мына Ғабдуллин көшесі, Амангелді көшесі, өткені ол жерде мектепке баратын оқушылар бар, мұғалімдер бар, сол сұранысы бойынша. Мына жаңа мектепте енді 23 миллионға жуық ақшаға біз асфальттап бердік ол жерде. Мына кіреберісте білесіз, Жетісайға кіреберісте 3 қабатты үй бар. Сөйерге бізе 29 миллионға жастар аллеясын салдық тәуелсіздіктің 30 жылдығына. Ол да бір демалатын орынға айналды қазір. Жылдан жылға көріп отырсыздар, кәсіпкерлердің есебінен көп қабатты ғимараттар салынып жатыр. Мысалы, керемет. Еврикаға беріп жатыр. Мысалы, Достар деген дәмхана бар, ол жастар барып қалал. Студенттер барып сөйерде қалал тамақтанады. Енді үлкен мына супермаркеттер салынып жатыр, жаңағыдегі сауда сатыс сататын минді маркеттер, ол жылдан жылға қаламыз көркейіп жатыр. Кеше енді еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтты ғой, депутаттардың, әкімдердің айлығы 5 жылға дейін көбеймейді, осында тұрады деп. Ол деген сөз, мына қалған қарапайым халыққа жәрдем береді деген сөз. Міне. Сол себептен онысыны біз дұрыс түсінуіміз керек. Кешегі наурыз айындағы жолдау халыққа қандай? Жаңа Қазақстан. Керемет. Кешегі 3 облыс ашты. Оның атауын қалай қойды? Елге белгілі, бүкіл дүниежүзін мойындаған Абай Құнанбаевтың атын қойған неге тұр? Бүкіл ел қуанып жатыр. Ширек ғасыр басқарған Димаш ағам Димаш Ахметов Қонаевты. Енді мына өзіңіз білесіз, мына Жезқазғанның орталығы, облыстың орталығын қойып жатыр. Мысалы, Ұлытау. Өңшең мықты кісілер шыққан жер ол. Бұрынғы елбасымыз Назарбаевтың өзі жерге барып, өзі білесіз, халықпен кездесіп, Ұлытау жөнінде керемет әңгіме айтқан. Міне қазіргі президентіміздің қазіргі жолдауы халыққа деген ең жақын. Әкімдерді, барлық деңгейдегі әкімдерді әр 90 сайын халықпен кездесіп, оның ішінде уақыттың көбісі халықты тыңдау. 15% ғана өзің сөйлетесіз әкім, бар деңгей. Қалған уақыттың бәрін халықтың жаңағы үнін тыңдау.
қандай мәселе болады, кәсек шешеміз. Шешілмей нәрсеге уәде бермей, шешен нәрсеге. Егер менің қолымнан келмесе, мен ауданның әкімі Мұрат Болатұлына айтамын. Міне осындай өтініштер түсіп жатыр, құрметті Мұрат Болатұлы. Осыған мүмкіншілік болса, аудандық бюджеттен, осы бюджеттен қаржы беруін сұраймын қалаға. Өйткені мынау бірінші жарық қоймасақ, мына жердің жолын істемесек болмайды. Жүде болмаса тас төгіп берейік. Ақыр ауыз су. Өзімде мына былтырдан бастап біз көптен бері қаланың тұрғындарының сұранысы көп жыл болды. Көп жыл, содан былтыр енді шешілді. Енді бұрынғы әкімдер де әрекет жасады. Келесі мынау ауданымыздың әкімі Мұрат Болатұлы тиісті министрлікке шығып, тиісті мамандарды жіберіп, бөлім бастықтарын, аудан әкімінің орынбасарын жіберіп, осы 3 миллиардтан аса ақшаны былтыр бөлдірді. Соның 690 миллион былтыр 2021 бөлініп, ол жүзеге асты. Енді осы жалғасын табады. 2022-23 жылдар толық Жетісай қаласы таза ауыз сумен қамтамасыз етілетін болады. Өткен қазір бүгінде бірінші, екінші мөлтек аудан қаланың елуеттен барлығы таза су. Енді оны қосылмай жатырмыз, қосамыз. Онда өзі заңы бар, тәртібі бар. Оның су қосылғаннан кейін электроэнергиясына оны кім төлейді мысалы? Осы мәселе шешіліп жатыр. Енді қала жылдан дамып жатыр. Аллеялар салынып жатыр. Бізде өзімізге 4-ші деңгейдегі бюджетіміз арқылы қолдан келгенше көшелер жарықтандырып, тротуар салып, ағаш егіп көшеттер. Енді кеше 20 күндей бір ауа райы өздеріңіз жауын шашынды егіп алдық. Бірақ соның алдында біз егіп алдық біразын. Тиісті мынау Сарыағаш ауданындағы питомникпен келісіп отырып, қаражатыңды аударып береміз ертең заңның аясында. Сіздер бізге беріңіздер, уақыт өтіп барды, біз сол ақпан айында егіп алдық біразын. Енді қазір мынау коммуналдық мекеме егіп жатыр. Бүгін тапсырма алдық қазір. Давай барлықтарын осы аптада егесіне 10-на дейін көшет егіп бітіреміз қалаға. Бұлдыр енді біраз көшет еккем, соның жалғасында тұрып, енді бар қалаң көк, енді ауа райы ыстық қарамастан біз ыстыққа төзетін көшеттерді егуіміз керек. Түсінікті. Енді АСП жөнінде де бізде 1200 адам документ тапсырды, 800-ге жуық алды. Қалғандарының документтері жанындағы орташа табысы күндік асып кетеді. Олында ертең қайтадан қабылдаймыз екінші кварталда. Оны күн ертеңнен бастаймыз қабылдауды. Бірақ бізде мына сәрсенбі күні қабылдау күн емесе пешен деген жоқ. Келген кісілерді біз қаланың тұрғынын күніге қабылдай береміз оған. Мен өзім болмасам, 2 орынбасарым бар, сол айтып қойғам. Негізі шешім жатса өзім шамамыз келгенше өзім шешуге әрекет жасаймыз. Негізгі мәселе әлеуметтік жағдай, екінші тұрғын үй мәселесі көп жылдан бері тоқтап қойған. Енді биыл мынау 80 гектардан 600 салынып жатыр, 200 квартира, сол 5 санатта өз береді, комиссия құрылады деді өткенде. Өшеді аудан әкімі Мұрат Болатұлы халықтың кездесуінде айтты. Сіздер ешқандай уайымдамаңыз, бәрі кезекпен беріледі. Кезектерін ешкім өзгерте алмайды деді ол кісі. Оның үстіне тағы комиссия құрамыз, комиссия бар санаттағы қарап, өзінің тәртібімен береміз деп ол кісі өтінеді. Мен де сол сөзді халыққа жазылады. Әр сәрсенбіде аудан әкімі Мұрат Болатұлы мен айтамын, тұрғын үй мәселесі осылай. Әлде біткен жоқ, ол жерге инфрақұрылым бар керек. Жолы бар, газы бар, светі бар, канализациясы бар. Содан кейін береді. Онда да жаңа заңның аясында комиссия шешеді. Сіз ойламаңыздар, бұрмалау деген болмайды. Жаңағыдегі танысыз деген ешқандай қажеті жоқ. Кезегіңізбен аласыздар. Осылай мен халыққа айтып жатырмын. Негізінен енді 80%-ға аса адам түсініп, ол кісіні мазалатқан жоқ. Мен барша тырысамын. Өйткені осы жердің мен туабітті азаматымын, бәрін көпшілігін танимын, түсіндірем барынша. Оларға енді үкіметпен келеді ғой, әкімшілікке. Соны барынша түсінуге әрекет жасаймыз. Жаңа айтып отырсыз ғой, ауыз су мәселесі болды, аудандық әкімдікпен шештік деп. Енді дәл қазіргі уақытта дәл осы сияқты ауқымды, ауданның мынау қаланың бюджетіне келмейтін, өте үлкен бір қаржыны талап ететін өзекті мәселелер бар. Біздің енді бюджетіміз көп емес қой, енді қаланың деңгейде. Ауданда енді қала кенті бар, ауыл 11 әкімшілік бар, бәрін қосқанда. Енді ауқымды. Енді ауылым алтын бесігім деп мемлекеттен үлкен қаржы бөлінеді ауылдарға. Біздің қалаға енді сол себептен мен мына жол мәселесін көтермейді. 45% жол сын көтермейді қалада. Бұл қала ғой. 53 жыл тарихы бар Жетісай қаласы бұл. 53 жыл. Сол себептен жарық 20% түнгі жарық.
Осы мәселеге біз енді аудан әкіміне түсініп отырмыз, осы аралады, көрді, сөйтіп қаржы болса жәрдем беремін деп отыр енді. Осы енді рахмет, көзімен көріп, кешегі мынау тоқтаусыз 10 күннен аса жаңбыр жауды. Сол кезде сулар ағатын жер жоқ. Лоток істеуіміз керек. Баяғы ескі лотоктың бәрі көміліп кеткен, үстіне ғимарат салып жіберген, осының бәрін қайтадан орнына, қалпына келтіреміз деп отыр бұл кісі. Маған тапсырма берді. Қызылсыздыққа шыққанын бәрін ескертіңіз, заң аясында бұздырыңыз. Біз сол көшелерге лоток қоямыз, жарық қоямыз, жанындағы тротуар салайық, асфальтын дұрыстайық деп отыр. Енді бұл ауыз суды біз 2 жыл күтіп отыра берсек, тағы уақыттан жоқ. Кеше бір көшеде, мысалы Жештаев көшесінде тұрғындар звондады. Сөйтсем, ойбай, біздің көшеге жүріп кетті, асфальттап беріңіз дейді. Ол әлі қосылған жоқ қой. Ертең бір жерінен бір ақау шықса, қайтып бұзуға тура келеді. Мен айттым, сіздің аяғыңыз лайығмайтын аяқ берсем болды. Мен сізге тас төгіп берейін. Ауданның жанындағы жол бөліміне айтып, біргелесіп, екі жақтап сіздің көшеңізге тас төгіп бір-екі уақытша. Ары қарап ауыз су жүріп болғаннан кейін асфальттаймыз бәрін. Ол міндетті түрде асфальттану керек. Біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз ғой. Қалада қала тұрғындардың аяғы лай болып жүрсе, су кешіп жүрсе не болады? Сонда қалай ол? Оның үстіне Мырза Шөлдің біздің Жетісай қаласын республиканың барлық жері біледі. Жетісай десе. Мақтарал десе, Жетісай қаласы десе, бәрі сол себептен оны енді мен өзім ертерек болған тілеймін. Өйткені есеп береміз, халыққа кездесеміз, халықта енді өзіміз сияқты таза жермен жүрсе, таза су ішсе, түнде шыққанда жұмыстан кеш қайтатын болады, ерте мектепке барады балдар, кеш қайтады, күн қысқаратын болады. Сол кезде жарықпен жүру керек қой, жарқырап. Сол себепті осыны мен күн тәртібін түсіріп жатқан жоқпын. Өзім шамам келгенше істеп жатырмыз. Аудан әкімі жәрдем беремін деді. Құдай осы жәрдем берсе нұр үстіне нұр болады. Ол кісі енді тәжірибесі мол азамат қой. 4 облыста, 2-ші ауданды басқарып жатыр. Келгенде де 2-ші болып жатыр. Мысалы, ешқандай демалыс алмай істеп жатыр. Ана бізде ауыл-шаруашылық аудан болғаннан кейін қыстай жағындағы жерді айдатады, оны суарады. Енді көктемде егісе кетті, өзіңіз білесіз. Ары қарап жаңағыдегі баптау керек, зиянкеспен күресу керек, оны терім керек. Сол себептен ауданның басында ол уақыт жоқ демалуға. Басқа да жұмыстар жетіп жатыр. Енді біз қуантатын нәрсе, бұл кісі келгеннен айтты, ауданға дендропарк керек деп бұл. Енді қайыртын саламыз деп. Сөйтіп кіребесте 30 гектар жеріміз бар, кейін ұлғайтылған сөйерден бұрыннан одақ кезінен егілген талдар бар, тұттар сөйерден істейік. Ол кісі мәміле қылып, алған егесімен келісіп, оның жерін ауыстырып, сөйерден дендропарк салайық деп жатырмыз құдағызға. Қолға алып, бұл кісі тікелей аудан әкімі Мұрат Болатұлының басшылығында істеліп жатқан тірлік. Одан кейін қалада орталықта коллектор бар, ағатын су. Өңшең бұратыла халықтың бәрі тастай береді жерге. Сөйерді көріп, тазалатып, ол жерді демалыс орнын қылайық. Мына судың мұсыр тазартпайық, ішінің бәрін тазалайық. Сөйтіп орындықтар қояйық, жарық қояйық, ағаш егейік, сөйтіп халық демалып отырсын. Ал үйде шыққан қалдығы болса, оны тиісті жерге тастайтын қылайық деген тапсырма беріп, соған жұмыс істеп жатырмыз. Оның үстінде бір жеке кәсіпкер, Жүнісқожа Мұрат деген бауырымыз өшенің тумасы, ол енді бір үлкен тіргістемек 8,5 миллиардқа бір мега үлкен торговый центр. Ол кісі қолдады аудан әкімі. Ауданда ондай жоғарғы оқу орны бар, мед колледжіміз бар, пед колледжіміз бар, енді дарын мектептері бар. Үлкен не болсын деп 8,5 миллиардқа кәсіпкер өз есебінен инвестор шақырады. Онда жерін бөліп, оғанда қазір дайындық жұмыстар жүріп жатыр. Осы жұмыстың бәрі жүзеге асатын болса, біздің халқымыз демалатын орын болады. Халыққа не керек? Кешке өзінің балдарымен демалатын орын керек. Сол себептен осыны аудан әкімі қолға алып, біз қолдап, қоштап жатырмыз, қуанып жатырмыз. Өткен біздің бюджетіміз айттық қой енді. Көп емес, ондай шама. Бірақ енді осы кісінің басшылығында үлкен жұмыстар жүреді. Ол енді кейінгі ұрпақтарымызға біздің үлгі болады, із қалады деп отырмыз. Бізде қазір соңғы уақытта қоғамда бір масылдық психология деген ұғым кең айтылып жүр соңғы уақыттарда. Яғни жаңағыдай еңбек еткісі келмейтін және де тек ақша ала бергісі келетін азаматтар көбейіп бара жатыр деп дабыл қағып жатыр кейбір сарапшылар. Осыған қатысты өңірде бұндай мәселе бар ма, жоқ па? Енді біздің қазақ халқының менталитетінде ешкім ешуақыт алақан жаймаған ғой. Біздің ата-бабаларымыз бір күнкөріс сәл төмендеу болса, үйіндегі малын апарып, шөбін, жемін апарып жәрдем берген.
ата-бабаларымыз. Ол өтірік емес, шындық. Ал қазір мына тәуелсіз алғаннан кейін бәріміз жаңағы тәуелсізбіз, еркіндік алғаннан кейін барлық осылай бола береді екен деп, қазір біздің кейде қыз келіншектеріміз де келіп жәрдем береміз, осы тағы да жәрдем береміз. Біз сіздерге жаңағы кеше аудан әкімі шақырып арнайы сөйлесті. Осы кісілерге қалай осы бір жолын тауып, өзі арбасын өзі дөңгелеп кететін жағдай жасап болады деп. Грант берейік, оқытайық. Бір ай оқытып, сертификат алып, заң аясында кеше мемлекеттен беретін 1,2 миллион ба, соны берейік. Кәсіпкерлігін ашсын, жәрдем беріп, ары қарап өзінің күн өзі көріп кететін қылайық. Сөйтсек біреулер айтады, мен АЭС баламын, мемлекеттен жәрдем алып отыр, маған керек емес дейді. Мен айтамын, сен күнді өзің көрсе, қашанға сен мемлекет масыл боласың. 12 мүшең түгел. Енді квартирасың енді ешкім айыпты емес қой, дұрыс па? Жолдасың бар. Соған кейде түсінбейді. Тек айтса бола беру керек дейді. Ондай болмайды ғой. Өйтіп мемлекеттік қызметкерлерді олай істеуге болмайды. Біз заңның аясында жаңағы кәсіпкер де, мен де, жаңағы басқа да азаматтар бірдейміз. Өзіміз әрекет жасауымыз керек. Диқандар жүр ғой, 45 градус, 50 градус ыстықта, күннің астында. Солардың бәрі ертеңгі күні әшеттерден тәтінен жейді ертең, сәл күнде. 2-3 айдан кейін қауын қарбызын шығарады. Ертең мақта егеді сәл күннен кейін. 10 шақты күннен кейін мақта егіп бастайды. Оны ертең қыркүйекпенен қазан айында тереді. Бұрын сонда olan баға болды. Мен ауданның әкіміне күліп айттым, әзілдесіп. Мұрат Болатұлы, сіздің қадамыңыз құттықтап келді мына жерге, Жетісайға. Біз тәуелсіздік алғалы бұндай бағаны көрген жоқ. 400 мың теңге деген 1 тонна. Сіздің жақсы басшының қадамын құттықтап осыны айтады деп та. Міне жақсы қонақ келсе қойылып тапты. Ол кісі күлді. Енді бұл да бір айтпақшы, біз халықтың, елдің бай болғанын біз тілейміз. Өйткені халық еліміз бай болса, жақсы болып жүрсе бізге абырой әкімдерге. Дұрыс айтасыз. Енді осыдан тағы бір неге керек сұраққа, бізде мынау Жетісай өңірі жалпы мына ауыл шаруашылығы саласы жақсы дамыған ғой, мойындауымыз керек. Дегенмен де сіз осы ауыл шаруашылығы саласында бірқатар жұмыс орындарында істедіңіз, толағай тәжірибеңіз бар. Сен ауыл шаруашылығы туралы сұрағым келіп отыр, өңірде нақты осы салада қандай да бір мәселелер бар ма ауыл шаруашылығын дамытуға қатысты? Енді бізде мынау Асар-Ата өңірінде дренаждар жоқ. Осы енді қолға аламыз деп жатыр. Жер сорланып кеткен. Баяғыда одақ кезінде 27-30 сендерге мақталған. Қазір 20 сендер мақталсақ қонамыз. 1 гектардан да, мысалы. Мысалы 1 гектардан 30 сендер мақталса, төз көбейтсең 1,2 миллион теңге табысы болады екен. Мысалы. Мақтаның бағасы көтерілді, бейленді мақта көбею керек халық мен, шаруалар мен. Енді севорот дейді жаңағы. Мақтаны басқа дақыл ауыстырып тұру. Bir жерге бір дақыл еге берсе, ол жердің күші нашарлайды. Құнары кетеді. Сол себептен жоңышқа керек, жүгері керек, бақша еге керек. Жаңағыдегі мақта. Осын сақталынды. Қазір сақтамайды көбісі. Сол бір немен кетеді арыменен. Мақта. Ол жер өзінің күшін жоғалтады. Енді онысында қазір мынау мемлекеттік рахмет айтуымыз керек. Жанар Жағалмайдан жәрдем беріп жатыр, жеңілдетілген. Тыңайтқыштан жәрдем беріп жатыр. Оның үлкен көмек. Мына заводтар қазір мақта егем дегендерге кезбекқа тұрып, алдын ала қаражат беріп отыр. Мына шитіңді береміз, тұқымыңды. Мына жанар жағараңа береміз деп. Оның үлкен көмек оның. Осыны біз пайдаланымыз керек. Енді мақтаның жақсы болып тұқымға байланысты ғой. Тұқымды ұстауымыз керек, тұқымды. Баяғыда одақ кезінде бөлек басқа поля болатын еді, оны бөлек жинайтын еді. Мен солай істеу керек. Қазір ура-ураменен кейін тәуелсіздік алғалы бәрі араласып кетті, барлық сорт. Мысалы, енді өзіміздің мынау университет, қазір енді тәжірибе станциясы болды ғой, Ибалла Мәтаев ағамыз істеген кезде оның абыройын арттырды, сорттар ашты, мақтаның небір сорттарын. Одан кейін мынау қауын қарбыздың сорттарын ашты, үлкен жұмыс жүргізді ол кісі. Ол академик, мақтаның академик атанды ол кісі. Жерде. Әттең ерте кетіп қалды. Ол кісі енді өшірі туып өсті. 10 жылға жоқ әкім болды ол кісі. Нағыз маман еді. Республикадағы ең мақтамен айналысатын Түркістан облысы ғой енді. Соның ішінде мынау Мақтаарал Мырза Шөл өңірі Мақтаарал Жетісай Шардара ғой мақтаны көп беретін. Ол кісі үлкен еңбек сіңірді. Біз енді менің маман ретінде айтатыным, мынау зиянкеспен күресті мақтаның зиянкеске жегізбеу үшін біз барынша не құрылым ерте ексек, бірінші мамырға дейін ексек жаңалдегі.
сәуір айының ішінде егуіміз керек. Сонда бізді шілде айының 25-нен кейін уже мақтаның екінші ұрпағы көсек құрты шығады. Соған дейін көруіміз керек. Сонда көсекке алмайды, жей алмайды. Соған енді бар күш салып шығынданып өсірген мақтаны құртқа жегізіп қойса, ол ең қиын жағдай шаруаларға. Үкіметпен қарап отыр ғой, бірінші бола ма деп. Міне осы жағдай. Одан кейін мына мақтаның қабылдау заводтары, пункттері, олардың бәрі кейде шаруалардың көңілі толмайды. Таразыға, басаға. Осынан нәрсені де мемлекет тарапынан жаңа лаборатория ашу керек, тексеретін басқа. Сонда ол дұрыс болады деп ойлаймын. Мынау соңғы уақытта әкімдердің сайланбалы болуы туралы бір ұсыныстар көтеріліп жатыр қоғамда. Бұны мемлекет басшысы да айтты. Осыған қатысты мына сіздің пікіріңізді білгім келіп отыр. Енді уақытында осы 2000, мен ұмытпасам, 2007 жылдары аудан әкімдерін сайлау болды. Тәжірибе ретінде. Ол енді онша ақтамады. Енді біздерді уақытында депутаттар сайлады ғой. Енді халық сайлайтын болады. Өткен жыл халық сайлады. 8-ге жуық па? Республика бойынша округ. Енді ол дұрыс деп ойлаймын. Сол мысалы 12-13 мың, 15 мың халқы бар ауыл округтерінде абыройлы, беделді, сауатты, іскер азамат болса, соған халықтың өзі таңдап, міне осы жігіт елдің жаңағыдай тілін табатын, елдің үнін тыңдайтын азаматты сайласа, мен жаңылыспайды деп ойлаймын. Ел болғаннан кейін елдің ішінде дау болады, ел болғаннан кейін ел ішінде түсінбеушілік болады, соның бәріне өзі сайлаған әкім тыңдайтындай болу керек халық. Халық сайласа, ішіндегі беделді, абыройлы, қолынан іс келетін азамат. Ертең ол халықтың мұқтажын ауданға жеткізетін, сонда ол жүзеге асады деп ойлаймын. Егер де ол бет алды бір 4-5 адам өзі ұруға бөлініп жатса, одан ештеңе шықпайды. Ұруға бөлініп жатса. Қазақ білесіздер ғой, кейде ойбай түсіп қалса өзіміздің бала екен ғой деп шығады. Ал онда жаңылысады деп ойлаймын мен. Өйткені мен мемлекеттік қызметте 35 жыл болды. Соның 31 жылы осы мемлекеттік қызметке келатырмын. Тәуелсіздікпен қатар келатырмын. Бір күн үзіліссіз. Енді ауыл шаруашылығын басқардық. Енді мына әкімдік мектепте де жүріп жатырмыз ғой системада. Енді сайлау, енді өз жердің азаматы болса, халықты түсінеді, сол елді біледі, мұқтажын жеткізеді, шырылдап күндіз-түні. Енді сырттан барса, мысалы не болады мысалы? Түсінбейді халықты. Ол әр азаматтың көз қарасынан түсініп тұру керек. Не айтады сол? Соны айтқызбай істеп тұру керек. Айтқызбай. Осы ауылға осы керек-ау, мысалы. Мысалы, ғана көшеде, мысалы, жарық істеп қойсам, қалғай, мына жігіттің, мына әкімнің есі бар екен ғой дейді. Мысалы, кеше мен айтып отырмын ғой, шырылдап, ауданның әкіміне де, орынбасарларына да, халық қалуға депутаттарға да бізге жәрдем беріңіздер деп та, мына көше жарық болу керек, жарық. Сондай, соны шешетіндей әкімдер болу керек. Түсіндіріп, соны тиісті құжаттарын көрсетіп, ауданның басшыларына да, ауданның басшылары облысқа шығып, мысалы. Біз енді осы мәселе шешіліп жатса, дұрыс болады деп ойлаймын. Мен қолдаймын сайлауды. Талай жыл мемлекет қызметте болдыңыз, халықпен тікелей жұмыс істедіңіз. Елдің ағасы деген сөз бар қазақта. Ақсақал дейміз. Осы бір ұғымдардың мағынасы, мәні туралы өзіңіз бір қысқаша айтып өтіңізші. Енді ел ағасы болу, ол әр азаматтың парызы деп ойлаймын. Ел ағасы. Өйткені біз өмірге келгеннен кейін, ұрпақ тәрбиелегеннен кейін әр азаматтың парызы. Мәдениетте жүріп, мәдениет сөйлеп, қол ұшын беріп, елді ынтымақ бірлікке шақырып, еліміздің көркеюіне, гүлдеуіне үлес қосу үшін, біз жақсы өмір сүру үшін елмен бірге болуымыз керек. Енді мынау зейнетке шыққаннан кейін баяғы жұмыс істеп қалған, айтқан істеп қалғандар болады кейде. Оған айтарым, мысалы, сұлу қартайғанға не жетсін? Мысалы, о пәленшенің әкесі қандай, атасы қандай? Мысалы, құрметтеп, мына басшылар келген кезде жақсы батасын беріп, жақсы ақылын айтып, мысалы. Келеді ғой енді. Әкімдер ауылдан шығармай, кейде басшаттан келеді. Мысалы да, іскер азаматтар, соларды қолдап, қуаттап, соларға батасын беріп, елге дұрыс бағыт беріп, енді өткен уақытында аянбай, осы елдің әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуға үлес қосты ғой. Ары қарап та соны өзінің әр есікті аша бермей, Құдайға шүкіршілік жасап, отыру керек деп ойлаймын. Өткені ол басшыларында өзінің ақ жұмысы бар. Енді кездесу, рахмет президентімізге әр квартал сайын кезетін қойды. Оның арты не керек екен?
іші толып барса сөйді айтуға болады. Барлық жағдай жасап қойды. Сол себептен жақсы ақсақал болу үшін адам түзу жүру керек, түзу тұрып, түзу сөйлеу керек. Артық әңгіменің керегі жоқ. Біреу өзіміздің ата бабамыздың дәстүрімен деп кейінгі ұрпаққа ақылын айтып жүрсе, одан артық мен мәселе жоқ деп ойлаймын. Қазір не? Қазір мынау ұялы телефон арқылы айтуға да болады. Өзіміздің қаламызда, ауданымызда Самнұр телеарнасы бар, ол арқылы айтуға да болады ақыл жастарға. Жастарға айтуға болады ғой. Міне сол себептен мынау жақсы болу үшін, жақсы тұрып жүру үшін, жақсы өмір сүру үшін адам өзінен бастау керек деп ойлаймын. Тәртіпті болу керек, мәдениетті болу керек. Енді Бауыржан Момышев айтып кеткен басшыға бас иген құл болмайды деп. Басшы келді ма, мысалы, аудан әкімі жас па, басқа ма, ол кісінің төңірегін топтасып, осы елдің ынтымағын, бірлігін, экономика жағынан жақсаруына үлесіміз қосуымыз керек деп ойлаймын. Мысалы, мен осы президенттің ең төмендегі несіміз ғой енді, ауданның басшысына тікелей қараймыз Матболдыны. Осы айтса біз істеуіміз керек. Заң аясында ол кісі айтса күн демей түн демей біз осы халық үшін жұмыс істеуіміз керек. Ол кісі басшы, өйткені оны облыстың басшысы сеніп жіберіп отыр. Қазір жұмысы жақсы. Мысалы мен талай басшыны көрдім, талай әкімдерді көрдім, талай басқарма бастықтарын көрдім. Өте мәдениетті, интеллигент, заңгер азамат. Артық ешқайда жұмсамайды, артық әңгіме айтпайды. Жұмыс жүріп жатыр. Енді үлкен алдымызда міндетті тұр. Соны осының басшылығында заң аясында істейміз деп ойлаймыз. Енді жақсы ақсақал болу үшін адам өзінен байланысты ғой енді. Айтып отырмын ғой, ертең кездесулер болады, басқа болады. Сонда орнымен келіп, егер басқа бір артық әңгіме айтып жатса, тоқтаңдар, жігіттер, қарындастарым, қыздарым деп тоқтап айтып, елдің ынтымақтастығына шақыру керек. Жақсы батасын беру керек. Сонда біз жаңағыдай дәулетті, бақытты болуды ойлаймын. Біз аға қарап бой түзейміз ғой, ағаларымызға қарап. Біздің ауданда 100-ге жақындаған ақсақалдар, әпкелеріміз бар, ағаларымыз бар, мықты-мықты. Талай еңбек еткен, аянбай осы мырзаның шөліне, гүлдеуіне, көркеюіне аянбай еңбек еткен кісілеріміз бар. Оларды мақтан тұтамыз. Оларды халық қалаулысы болды. Облыстық, ауданның мәслихаттың, ауданның облыстық құрметті азаматтары олар, мысалы. Соған лайықты мынау осы жердегі көкіректеріндегі белгіліге лайықты болып жүреді деп ойлаймын. Мына депутаттар да солай болу керек. Аудандық, облыстық мәжіліс мынаған анық тақты ма, сол лайықты болу керек. Аянбай еңбек ету керек. Өздерінің бағдарламаларына бар ғой. Бұрын Нұр Отан, қазіргі жаңағыдегі аманаттар. Соны орындау керек деп ойлаймын. Мына сынаушы лайықты болу керек әр азамат. Жақсы. Солай деп мен өзімнің ойым ол. Жақсы, рахмет аға. Рахмет. Осындай құнды пікірлеріңіз үшін тағы да алғысымды білдіремін. Уақыт бөлгеніңіз үшін де рахмет сізге, рахмет. Редакциямыздың тарапынан алғыс білдіремін. Құрметті көрермен, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Бүгінде біз мына Жетісай қаласына қатысты бірқатар мәліметтерді білдік деген ойдамын. Біздің парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.